Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапен әдеттегідей кітап туралы әңгімелесеміз. Бүгін мен сіздерге Хелен Анделиннің «Все о детях» кітабы туралы айтып беремін. Ол мына тамаша кітап. Жалпы осыған дейін менің Хелен Анделинмен таныстығым ол «Очарование женственности» кітабымен басталды. Өздеріңіз де жақсы білесіздер, мен ол кітаптың саммарийін жасадым, «Сүйікті болудың құпиясы» деген. Ол кітап өте танымал, тіпті бестселлер болған кітап Америкада, және біздің де табиғатымызға сәйкес келеді. Ол кітапты енді сіздермен саммариімнен оқыңыздар. Сосын «Очарование женственностиді» оқығаннан кейін әрине менің бұл авторға деген қызығушылығым артты. Сөйтсем, оның осындай «Все о детях» деген кітабы бар екен. Бұл кітапты де өте үлкен қызығушылықпен оқып шықтым. Жалпы айтқанда ұнады, өйткені бұл автор өзі 8 баланың анасы және 33 немере тәрбиелеген сондай бақытты әже. Және бұл жерде сондай бір ғылыми негізге сүйенген немесе бір педагогтың, психологтың ондай әңгімесі жоқ. Бұл жай ғана қарапайым әженің немесе қарапайым ананың бала тәрбиелеуде өзінің бір бөліскен құпиялары деп айтуға болады. Мұның ішінде жалпы өте көп кеңестер айтады. Тіпті мына бала тәрбиесінде ол баланың тәрбиесі оны үймен қамтамасыз етуден бастау керек. Үйдегі обстановка қандай болу керек, жалпы ата-ананың қарым-қатынасы қандай болу керек бала тәрбиесінде. Міне соның барлығынан бастап ең аяғы баланың мамандық таңдауына көмектесу, жалпы баланың ақыл-ойын дамыту, мінезін қалай қалыптастыруға болады. Міне соның барлығы осы кітапта айтылады. Әсіресе мына баланың мінезін дамытуға қатысты, мінезін дұрыс қалыптастыруға қатысты айтылған кеңестері маған қатты ұнады. Сонымен қатар тағы бір қызықтырған нәрсе, мысалы балаға өнердің түрін үйрету деген нәрселер де бар. Спорттың белгілі бір түрлерін айтады. Осы спорт түрі баланы дамытады, осы спорт түрінде былай істеуге болады деген секілді нәрселер айтады. Жалпы алған кезде бұл кітап маған ұнады. Бірақ сіздер жоғарыда айтып кеткенімдей, бұдан ғылым да іздемеңіздер, басқа да іздемеңіздер. Тек қана жай ғана бір қарапайым ананың өзінің басынан өткергені және сол өткергенін бөліскені деп ұғуға болады. Бұл өзі 1981 жылы жарық көрген, Америкада былай сұранысқа ие болған кітаптардың бірі. Сонысымен де ұнады. Және менің балам жылап жатыр, соған жүгіруім керек. Ал бүгінгі бұл кітапқа беретін бағам 10 балдан 7 балл. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Егер оқығандарыңыз болса, осы видеоның астына комментарийді жазыңыздар. Ал оқығыларыңыз келетін болса, егер саммарийін жасауымды қаласаңыздар, оны да осы видеоның астына жазып кетіңіздер. Келесі кітаптың рецензиясында кездескенше сау болыңыздар, жақсы кітап оқиық, жақсы ойларымызбен бөлісіп тұрайық.